Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Әуелі баршаңызды айлардың сұлтаны, оның ішінде түндердің қасиеті, қадір түнімен шын жүректен құттықтаймыз. Расында да Алла Тағала біздердей мұсылмандар үшін қасиетті ай берді. Әрине ол қасиетті Рамазан айы. Біздерге қасиетті күн берді. Ол жұма күні және де Арафа күні. Сондай-ақ біздерге қасиетті түн берді. Міне ол ерекше түн, ол қадір түні. Міне осындай уақыттарды, күндерді, түндерді, айларды жаратқан Алла біздердің несібемізге берді. Ол күнді біз жақсы өткізсек, сол күндерді, сол түндерді Алланың разылығына сай атқарсақ, онда иншалла сол айлар, сол күндер біздердің күнәміздің кешірілуіне үлкен себепкер болады. Қасиетті қадір түні дейміз. Қадір түні дегеніміз не? Неліктен қадір түні? Оның қандай қадір қасиеті бар? Осы жайында айтатын болсақ, оның бірнеше мағыналары бар. Біріншіден, ол қасиетті Құран кәрім түскен түн. Алла Тағала қасиетті Құранда Бисмиллахир-рахманир-рахим «Инна анзалнаху фи лейлатил қадр». Біз оны, Құранды қадір түні түсірдік дейді. Қадір түні осындай қасиетті түн. Екіншіден, ол сондай ардақты түн дегенді білдіреді. Неліктен? Өйткені күллі мұсылман баласы ол күні күллі әлемді жаратқан жаратушыға құлшылық жасап, дұға жасап, сол түнді Аллаға арнап, бүкіл тәнімен, ықылас ниетімен жаратқанға арнайтын болса, ол күні сол пенде, сол адамзат Алланың құзырында ардақты, құрметті деген мәртебеге лайықты болады. Үшіншіден, ол түнді біз таршылық түні дейміз. Неліктен? Өйткені ол түні көктен періштелер жер бетіне түскен кезде жер беті періштелерге тар болады екен. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның хадисінде ол түні жер бетіне періштелер түседі, тіпті жер бетіндегі күллі ұсақ тастарға дейін олардан көп болады дейді. Яғни саны көп періштелердің ол күні жер бетіне түсетін түн. Сонымен қатар ол түні біз тағдыр түні дейміз. Неліктен? Өйткені қандай да бір пенде сол күнді, сол түнді, қадір түнін құлшылықпен, шынайы ниетпен жаратқан Алла Тағаладан дұға сұрап өткізетін болса, ол түні оның тағдыры айқындалады. Дүниеге келетін, дүниеден озатын кісілердің мерзімі бекітіледі. Міне, құрметті бауырлар, біз ол күні жаратқан Алла Тағаладан «Я Раббым» деп алақанымызды ашып дұға жасасақ, біздің сұраған дұғамызбен ол күні біздің ризық несібемізде бір жылдық тағдырымыз бекітіледі екен. Міне осы сынды қадір түнінің айта берсек өте қасиет мол. Сондықтан құрметті отандастар, құрметті бауырлар, жамағат, осы түнді Алланың разылығына сай өткізуді жоспарлайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Мән қама лейлатал қадри иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи». Кімде-кім сол түнді Алланың разылығына сай сауабын бір Алладан күтіп өткізетін болса, оның бұрынғы өткен күнәлары кешіріледі деген. Иншалла сол түнімізді Аллаға құлшылық жасаумен, Алладан көп дұға сұраумен, Алладан кешірім тілеп, тәуба жасап,
istig'for aytumen ötkizik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.